Баршаңызға сәлем YouTube көрермендер. Бүгін ауызда еритін, дәмі ауызда қалатын өте дәмді торт жасайтын боламыз. Менімен бірге жасаңыздар. Ендеше бастаймыз. Бізге қажетті заттар: ас содасы, тұз, қопсытқыш, какао ұнтағы, жұмыртқа, сұйық май, ұн, қант, шекер және де жылы сүт қажет болады. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен құрғақ заттарымызды барлығын біріктіріп аламыз. Ұнымызды дәл осылай електен өткізіп аламыз. Міндетті түрде ұнды електен өткізіп алу қажет. Мінекей ұнымыздың барлығын елегімізден өткізіп алдық. Осының үстіне какао ұнтағын саламыз. Және де үстіне ас содасы, қопсытқышымызды салып, барлығын біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Неге араластырып болдық, біркелкі масса болды. Ендеше бисквитімізді бастаймыз. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқаларымызды салып аламыз. Менде жұмыртқаның кішкене қабық бөлігі түсіп кетті, оны алып тастадым. Көріп тұрғандарыңыздағыдай 4 жұмыртқамызды жарып саламыз. Үлкен 4 жұмыртқа болу керек. Оның үстіне шым-шым тұзымызды саламыз және де осы масса ағарғанша миксерлеп аламыз. Жұмыртқамыз ағарғанша миксерлейміз. Неке біздің жұмыртқамыз ағарды, осының үстіне ақырындап шекерімізді, яғни қантымызды салып отырамыз. Және де бұны да жақсылап әппақ болғанша миксерлеп аламыз. Мінекей біздің массамыз әппақ болды, миксерлеп болдық. Енді үстіне сұйық майымызды және де жылы сүтімізді құямыз. Сүттеріміз міндетті түрде жылы болуы қажет. Бір араластырып миксерлеп аламыз. Бір араластырып алдық. Енді үстіне дайындап қойған құрғақ заттарымызды, араластырып қойған заттарымызды, яғни ұн, какао ұнтағы, қопсытқыш барлығын араластырып дайындап қойған жарты бөлігін ғана саламыз. Барлығын бірден салуға болмайды. Онда біздің массамыз отырып қалатын болады. Жарты бөлігін салдым. Мінекей бұның да біркелкі масса болғанша бір миксерлеп аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай біркелкі масса болды. Енді бұның үстіне екінші бөлігімізді толығымен салып және миксерлейміз. Толығымен біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Неке біркелкі масса болды, жақсылап араластырып алдық. Енді бұны екіге бөлетін боламыз. Екіге бөліп пісірсек, бисквитіміз біздің биік болып піседі. Ал егер
бір ғана рет пісіретін болсаңыз, бисквитіміз төмен болып қалады. Ыдыстарыңыз қанша грамм шығатын алдын ала өлшеп алыңыздар, солай 2-ге бөліп алсаңыздар болады. Дайын болған бисквитімізді формамызға құямыз, өз қалауларыңыздағы формаға жасасаңыздар болады. Мендегі форма мұндағы 22 диаметрлік форма етіп жасап алдым. Неке барлығын құйып алдық. 165 градуста шамамен 45 минуттай пісіріп аламыз. Піскен, міне бізде екінші бөлігі мұнда тұр. Піскен піспегенін шпажканың көмегімен білсеңіздер болады. Егер шпажкаңыз құрғақ болып шыққан жағдайда піскен болады. Егер шпажкаңыз құрғақ болмаса, онда піспеген. Бисквитіміз суығаннан кейін барып формасынан шешіп аламыз. Астындағы менде фольга салғанмын. Сіз өздеріңіз қалауыңызша фольга не болмаса, бумажный болса да болады. Мінеки бисквитімізді шешіп алдық. Енді артық жерін осылай кесіп аламыз. Бисквитімізді бір текіс етіп кесуіміз қажет. Тортымыз текіс болып шығуы үшін. Мінекей артық жерлерін барлығын кесіп алдық. Енді бұл бисквитімізді 2-ге бөліп аламыз. Біз бисквитімізді 2 бөлікке бөліп пісіріп алдық. Сонда бізде 4 слой болып шығады. Бір бисквитімізді 2-ге және екіншісін тағы да 2-ге бөлсек, сонда 4 слой болып шығады. Енді бисквитімізді бір шетке қойып, кремімізді дайындап аламыз. Бізге кремге қажетті заттар Қазақстан шоколады, сливки, Қазақстан шоколады екеуін ертеміз қазір, шекер, қаймақ және сливки қажет болады. Сливки 33-36%-тігін алыңыздар, ал қаймақ 30% болуы қажет. Одан төмен болса, кремдеріңіз сұйық болып кетеді. Барлық шоколадымызды сливкидің үстіне, аз мөлшердегі сливкиіміздің үстіне салып, микроволновкада не болмаса водяной баня. Микроволновкада ақырындап көріп отырыңыздар, араластырып ертіп аламыз. Және де осылай біркелкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Мінекей біркелкі болды. Енді көп мөлшердегі 300 грамм сливкиіміздің үстіне шекерімізді салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Қою болғанша миксерлеп аламыз. Мінекей қою болды, миксерлеп болдық. Енді қаймағымыздың үстіне жаңағы дайындап қойған массамызды шоколадный осыны 2-ге бөліп саламыз. 2-ге бөліп салып араластырамыз. Мінекей бір бөлігін салдық. Енді осы біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып аламыз. Сливкилеріңіз міндетті түрде мұздатқышта тұруы қажет, салқын болу керек. Мінекей біркелкі масса болды. Енді екінші бөлігін салып, және тағы да біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Неке жақсылап араластырдық, біркелкі масса болды. Енді
Бұл дайындаған массамызды жаңағы сливки мен шекерден жасаған креміміздің үстіне қосамыз. 2 бөліп қосамыз. Мінекей бірінші бөлігін салып жатырмын. Жақсылап біркелкі масса болғанша осы дәл осы қасықпен араластыратын боламыз. Кремнің дәмі өте нәзік, балмұздақтың дәміндей болады, өте дәмді. Жасап көріңіздер. Мінекей екінші бөлігін салдым және бір жақсылап араластырып аламыз. Каналыма тіркеліп, жазылуды ұмытпаңыздар. Енді осы дайын болған кремімізді, менде осындай 3 мешочек бар, кондитерлік дүкендерінен алсаңыздар болады. 3 бөлікке бөліп аламыз. 2-еуін толығымен толтырып саламын, ал 3-шін аз ғана бөлігін ғана алып қалатын боламыз. 2 толығымен салынған бөлігін ортасына жағатын боламыз, ал аз мөлшерде алынғанды сыртына жағамыз. Сыртына қатты көп қажет емес. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мінекей дәл осы секілді салып аламыз. Кремдерімізді салып алдық, ендеше тортымызды жинауды бастаймыз. Креміміздің бірінші мешочегі басын өз қалауыңыздағыдай қатты үлкен етпей, кішірек етіп кесіп аламыз. Басын кескен салафанды мусорға бірден тастаңыздар, тортыңызға араласып кетпесін. Подложкамызге кішкене крем жағып аламыз, тортымыз жылжып кетпеу үшін. Коржигіміз, яғни бисквитіміз осы кремге нықтанып тұрады, жылжымай. Мінекей бірінші бисквитімізді қойдық, үстіне кремімізді жағамыз. Кремімізді дәл видеодағыдай құйып, осындай тегістеп аламыз. Қасықпен тегістесеңіздер де болады, бұндай заттарыңыз жоқ болса. Екінші коржымызды қойып, үстіне дәл алдыңғыдай кремімізді құйып тегістеп аламыз. Мінекей бірінші мешочегіміз таусылды, мынау екіншісі. Жақсылап тегістеп аламыз. Үстіне 3-ші коржымызды қойып, және кремімізді жағамыз. Тегістеп үстіне 4-ші коржымызды қоямыз. Және де арасында жаққан кремдеріміз шетіне шыққан болса, осылай тегістеп алып, сыртына осындай кольцо қойсақ болады. Бір тегіс торт болу үшін кольцо міндетті түрде болуы қажет, себебі креміміз ағып кетеді. Біздің крем өте сұйық болады. Кольцо болмаса крем ағып кетеді. Дәл осылай қалған кремімізді бетіне осылай жұқа етіп жағып шығамыз, және де пешевая пленкамен жауып, бір күнге мұздатқышқа қойып қоямыз, креміміз сіңуі үшін. Бір күн тұрып кремі сіңбесе, креміміз ағып, тортымыз шықпай қалады. Мінекей біздің тортымыз бір күн тұрды. Кішкене мешочекті алып қалған кремімізді дәл осы видеода көрсетілгендей сыртына жағып шығамыз. Осындай шпательмен сыртын тегістеп шығамыз. Бұндай шпательдеріңіз болмаса, үй жағдайында мен ең алғашқы рет қасықпен де тегістеуге болады. Қасықпен жасаған болатынмын. Жаңағы бетіндегі алып қалған коржигіміз, тегістеп алған коржигімізді осылай ұсақтап, бетіне және де жан жағына сеуіп шығамыз. Сыртын қатты тегістеудің қажеті жоқ, өйткені сыртына осындай ұсақталған корждарымызды жабыстырамыз, сол тегіс қисық екені білінбей кетеді. Мінекей барлығын түгелімен корждарымыз сыртына жабыстырып жағып шықтық. Енді айналасын әдемі етіп тазалап алатын боламыз. Біздің тортымызды дайын болып қалды. Егер тортты менің рецептім бойынша жасайтын болсаңыздар, кері байланыста болыңыздар.
Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Ішкі дүниесі дәл осындай өте әдемі, дәмі де керемет. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Міндетті түрде жасап көріңіздер.